Аймаханның Сақыпжаны, өкініштің өксігі. Жаздың мей солқылдатар ыстық күні. Бестің шайын ішкелі жатырғанбыз. Енем мен ерім есігіне тур ұсталған кішкене үйде, мен шай қаммен үлкен үйде едім. Манадан сыртта жүрген атамның кіріп келе жатқанын аңғарып, ығыстай бердім. Әшейінде ау балам-ау, дейтұғын әдетінен жаңылғандай, үндемей тіпті мені елмегендей боп ішке өтті. Жүгіріп енеме бардым. Апа, папам келді, түрі жылаған сияқты, барыңызшы, дедім үрке. Тәйт, жылаған несі? Қойшы сенде, түймедейді түйедей қылмасаң жүре алмайсың, деді жарымда. Шын айтамын, баршы сенбесең. Енем аударылып, төңкеріліп, орнынан көтерілемін дегенше Жақан екі аттап үлкен үйге жетті. Соңын ала біз де бардық. Атам басы салбырап диванда отыр. Жақан, не болды деп тізерлей жерге жайғасыпты. Шалау, айтсаңшы, балаларды қорқытпай, дейді апам. Әй, сен бері кел, отырмында, деп жанын ұрып қойды. Енем әліптің артын күтіп қасына жайғасты. Мен осы уақытқа дейін саған жылы сөз айтпаппын. Бірінші Алла, екінші өсіп-өніп шаңырағым жайма шуақ жылылыққа толып, айрандай үйіп отырғаны сенің арқаң. Біз еркектер мұндай сөзге әуелде жоқпыз ғой. Айтайын, саған ризамын. Әй, не болды сонша? Деді апам енді шын қорқып. Мұндайың жоқ еді. Атам сөзін жалғап. Алладан жалғыз тілегім бар. Сенің алдыңда алсын, соңыңда қалдырмасын. Балалар мен сенің жамандығыңды көрсетіп, жер бастырмай-ақ қойсын деп, қалтасынан ұқыптап бүктелген бет орамалын алып көзін сүртті. Үшеуміз де үнсізбіз. Үнсіздікті атам өзі бұзды. Осы бетте Омардікінен келемін. Ойбуй, тірі ма? Аман ба? Тірі болғаны құрысын. Тәйт, оның қалай? Кемпір, сен не білесің? Сендер не білесіңдер? Оның күйін ешкімге бермесін. Атамның досы жайлы енемнен біраз жайға қанықпын. Омар ата мен атам құрдас, дос, замандас, сыныптас. Биіктеу қызметте де бәйге атында қатар болды. Ол кісінің де біз секілді екі ұл, бір қызы бар. Үлкені үйленген, әуелден бөлек тұрады. Кенже ұл отбасымен қара шаңырақта. Қыз әлі тұрмыс құрмады. Анасы тірісінде, қарағым-ау, жасың келді, күйеуге сықшаңшы, десе, мені алатын еркек әлі туылған жоқ, деп әкенің атағына, барлықтың буына балқып, жүріңкіреп қалды. Бетіне ешкім жел боп демей, өз айтқанымен жүріп үйренген, бұлаң бөжеткен шаңырақтағы келінмен кекілжісіп қалатын. Сайып келгенде анасы қызын жақтап, келінге шаңыраққа қара, әліңді біл, дейді екен. Зәуре апа дүние салғаннан кейін 4-5 жылдан соң жолдастары өзі қатарлы әйелмен таныстырды. Жасым келгенде күйеуге тигені несі десе де, Омар атамен сөйлесе білісе келе, әуелі балалармен танысайын, ризашылықтарын алайық депті. Бұл ақылға Омар ата да келсе кетеді. Жақын 1-2 досын әйелдермен жинап, дастархан басында әңгіменің басын ашады. Сол кезде 3 баласы 3 жақтан атылып, сөз бермей шуласып, әйелді де, қонақтарды да үйден қуып шығады. Құрдастары балаларда қызғаныш болады, ол заңдылық. Дегенмен адам ертеңінде ойлағаны абзал. Бұлай қылшылдап тұра бермейсің, қартайғанда жаныңа серік болар, тым құрыса әңгімелесіп шәй ішетін, ішкі сыр құсаңмен бөлісетін де адам керек. Балалар бүгін болмаса ертең көнер, түсінер, мойындар, деп атаға ой тастаса да ол кісі. Әйелімнен өлідей айрылдым, жасым келгенде балаларымның теріс айналғанын көтере алмаспын деп соңғы шешімін айтады. Сонымен әңгіме тоқтап, жабулы қазан жабуымен қалады. Ай артынан ай, жыл соңынан жыл өтіп, Омар ата да қартая бастайды. Жылдан жылға қатарларының да тобы азайып, баяғыда емес, ұлғайған жастарын сылтауратып, бас қосулары да сирей түседі. Қолында билік тұрғанда 2 дүкен мен 2 май құю бекетін ашып алған.
бір дүкен мен бір бекетті сол жылдары институт бітіріп келген үйленген ұлының атына, екінші дүкен мен май бекетін жұбайы Зәуре апаның атына жазады. Апа көз жұмған соң істі екінші ұлы жүргізеді. Жүргізеді деген аты болмаса, бәріне әкесі басшылық етті. Күндердің күнінде қызы тіксініп, «Папа, маған үй сатып әпер, күйеуге шықсам шықтым, шықпасам оны да көрермін. Сенің балаң емеспін бе? Менің атымда неге ештеңе жоқ?» дейді. Негізі қыз бен келін арасындағы ала көздікті көрген сайын жаны ауырып, қызына үй әперу ойында жүрген. Бірақ бизнесін сату емес, өзіндік есіп жоспары бар еді. Қызының өктемдігі өңменінен өтсе де үндемеді. Мәселені тез шешпесе, жазылмас өкпеге ұласарын сезіп, май бекетін сатып пәтер әперді. Әкесінің бұл қылығы әрине ұл мен келінге ұнамады. Байқайды, келін мен баланың өкпелері қара қазандай, кейде сөздермен, кейде іс-әрекеттермен білдіріп қояды. Бірін көрмегенсіп, бірін естімеген боп жаба тоқып жүре берді. Әкесінің үйленем деуі сыныққа сылтау табылғандай өкпенің отын үрлеп тереңдете түсті. Оны өршіткісі келмей үйленуден бас тартты. Әйтпесе Жәмила өте жақсы кісі еді. Мінезі де жайлы, түсінігі де мол. Ертеректе мұның әй дегені балаларына өтетін, ол кезде жас еді, алымды, қарымды еді. Бүгіндері одан айрылған. Ұрпағы өсті, өз қолдары өз ауыздарына жетті. Енді ешкімнің ақылына зәру емес, өз ақылдары өздеріне жетеді. Көңілі ортайып, бейне бір деме іздегендей, пана іздеген торғайдай, бірде үлкен ұлдікіне де барып көрген. Дана қазақ келін түскен соң біраз уақыт ата-енемен тұрғаны дұрыс деп бекер айтпаса керек. Өзге елге тез сіңу оңай емес. Сол бірер жылда енеден біраз нәрсе үйреніп пысиды. Отбасындағылармен өз туыс бауырындай жақын араласып, бала сүйіп, ана болып, әйел, келін, жар болудың отбасылық өмірдің қыр-сырына төселеді. Келген еліне жақындық, жанашырлық, сыйластық, түсіністік, тілеулестік сезім қалыптасады. Бұлар болса өйтпеді. Бала мен келінді оқуларын аяқтасын деп Алматыға қоя берді. Өздері би, өздері қожа, әуелде жастықпен білмеді, бертін келе жандары соған үйренді. Әлемде екеуінен басқа адам жоқтай тапқан таянғандарын бауырларына басты. Олар институт бітіретін жылдары екінші келін түсіп, алдыңғылардың көктен тілегендері жерден табылып саяқ кетті. Әуелден бөлек тұрғандықтан ба, бұл жаққа бөтен. «Папа, неше күнге келдіңіз?» депті келін бірнеше күн қонақ болған атасына. Бұл сөз жүрегіне инедей қадалған. Бұл оқиғаны әрмен қарай өз атамның әңгімесімен жалғастырайын. Ой, несін айтайын, Қалдеке-ау, қазіргі ермегім мына таңылған кереуетте жатып, төрт қабырғамен сөйлесу, тілдесу. Ол біраз үнсіз қалды. Дір-дір еткен икемге келер оң қолын әзер көтеріп, суланған езуін сүрткен болды. Қатқан теріде еті қашып, қораған саусақтары тебіндеп, өсіңкіреген сақал мұртына тигенде сықырлаған үн шықты. «Алладан не тілейтінімді білесің бе?» деді шалқалай жатқан басын зорға бұрып. «Көзім жұмылған қалпы таңертең оянбай қалсам деймін». «О не дегенің, Омеке? Құдай сақтасын, олай Аллаға өкпем жоқ. Ол маған бәрін берді», деп тағы тоқтады. «Иә, бәрін берді, қызмет, дәулет, ұрпақ, бірақ баянсыз болды. Ақыры оңбады». «Қойыңыз, олай демеңіз, Омеке». Солай, ақырын бер деп неге айтқан бұрынғылар? Жас кездегі дәуренің емес, қартайғандағы өміріңнің күйі мәндірек. Дүниенің буына елтіп, қызметтің қызығына түсіп, әлде бәрін өзім өткізіп алдым ба? Қалай ойлайсың? Жоға, әйелім кеткен соң да біраз нәрсенің байыбына бармаппын. Зайыбымды алдым, енді ойланарсың деген екен-ау бұл тағдыр. Жәмилаға үйленбегеніме, сендердің айтқандарыңа құлақ аспағаныма өкінемін. Неге екенін білесің бе? Жауап күткендей маған көз қиығын салды. Оған үнсіз сұраулы қарадым. Өз дәретіңді өзің төгуге жарамай жатырғаныңда,
әуретіңді ұрпағыңа көрсетуден қымсынғаннан асқан азап жоқ екен. Келіндерді былай қойғанда, екі ұлдың өзіне көрсеткім келмейді. Ұшынып қалар ма, жиіркеніп қалар ма деген ой болады. Ал ол екеу сырттай жиіркеніп өздері-ақ қашты, жоламады. Сосын күтуші жалдады. Бар болғыр бала тамағымды береді, асты-үстімді тазалайды, бірақ ол да өрімдей жас. Мені аударғанда, тазалағанда, ол да өзім де қиналмайын деп тамақты да тарта ішемін. Араным сау ғой, қалай ішпей тұрарсың? Жата берген соң ішің де қатады. Қазір жамбасым мойылып қалды, ашиды, ауырады. Жумай ма? Жуады. Әне бір майлы ма, сулы ма шүберекпен сүртеді, обалына не керек? Ол үстімдегі жайманы ашқан сайын қысыламын. Сен оған жас деп емес, дәрігер деп қара. Құртас, айту, ақыл беру оңай. Менің халімді басына түскен ғана біледі. Жәмилаға үйленгенімде тым құрса, осы күйімді түсінер еді, жаныма жалау болар ме еді, әңгімелесер ме еді, жалғыз қоймай көңіл бөлер ме еді деймін. Да, адам көңілден жүдейді, балалар жанымнан алшақтамасын деп Жәмиланы қолымнан жіберіп алдым. Мұным бекер болды. Сайып келгенде ұл да қыз да өз жағдайын жасап кетті. Бір шаңырақта тұрып бас сұқпаулары, папа қалайсың демеулері, мүмкін сасып жатырған шығармын, мүмкін түрім қорқынышты шығар, әлде жүк болдым бекен. Бала ғой, жас қой, өкпелеме, бар жағдай осы. Мені әйелімнің алдында ал деп біліп айтыпты шалдар. Ауру әйелге болсын, ерге болсын оңай емес. Ауру кірді дегенше әлек кірді деген. Деп көзін сулап алды. Сосын тез өзін жинап, айып етпе, деді кінәлі адамдай жаутаңдап. Босап кеттім бе? Адам мықты болудан да шаршайды, қажиды екен. Кейде оңашада осылай сәл сасып қалдым. Омеке, мүмкін сақал мұртыңды алып берермін, дедім әңгімені басқа арнаға бұрып. Өсіп кетіп пе? Әрине, деді күліп. Күлді дегенім өтірік, күлудің ырымын жасады. Міне, енді жігіт болдың деп әзілдедім сақал мұртын алып болып. Шыныңды айтшы, осы бөлменің іші сасық па? Жоқ, неге олай дейсің? Қайдам, келгендер кеткенше асығады. Немерелер тіпті кірмейді. Қанша ақ төсекке жатқызып, күтуші жалдаса да, терезе ашып желдесе де, бөлме ішіне сіңіп қалған жағымсыз иістің бары рас еді. Өтірігімді кәні көз досым сезіп қойғандай. Әрине иіс болады ғой енді, деп қойды жай ғана. Сосын әңгіме төркінін күрт бұрып. Денемді жансыз ғып, тек тілімді сайратып қойғанша тілімді алып, мылқау ғып денемді неге сау етпедің деп Аллаға кейде наз айтамын, деді ол тағы да. Қой, күпірлік етпе, әлі де аяқып кетесің, сынақ қой, сынақ, деп алдарқатамын. Олай болмасын, екеуміз де білеміз, сынақ, көнбесе амал бар ма? Кеудеңнен жаның шықпаған соң бәріне көнесің. Көнбей пенде қайда барады? Бұл дүниеде сынағы болса, о дүниемде жұмағы болар жаратқанның маған деген. Сондықтан сен шал күпірлік етпе. Күнде келіп 5-10 минут жанымда отырып кетсеңші дейін десем, сен де жас емесің. Үй арасы да алыс, марқайып қаламын сен келгенде, деп жымиды. Барыңды бағала, кемпіріңнің амандығын тіле. Келіскенімді білдіріп басымды изеймін. Алла ер мен әйелді бекер егіз етпеген. Балаң ұрпағың, ол да керек. Әйтсе де ең жақының жарың. Зәуре дұрыс демеді, мені тастап кетті. Алланың ісі ғой енді. Иә. Зәуре болғанда бұлай болмас беді. Шаңырағымда шырай болар меді. Балалар да басқаша болар меді. Ауруымда жеңілдеу болар меді, деген сандырақ қой меніке. Жамбасым ойылмас беді. Әңгімелесіп қасымда отырар еді. Ұрсар медік, оның күңкілдеп ұрсқанын да сағындым ме бейбақ. Пенде ғарып болғанда ненің болсын қадірін түсінеді. Бәрі кеш, бірінші мен кетуім керек еді. Мүмкін менің қиналғанымды көрмегені де дұрыс шығар. Оған да оңай болмас еді. Алла адамды қор қылмасын. Кейде қай пейілімнен таптым деп қаламын. Жас шақта көз сүзген керім келіншектерге желікпедім.
некенің ақ төсегін былғамадым. Бұл ақталғандығым емес, табиғатым әуелден лас затты сүймейтін. Балалар деп өмір сүрдім. Кереуетке таңылып жатқанда ойлануға уақыт көп. Мені алжыды демегін. Жоға, о несі? Балаларға неге сүйкімсіз болдым, Қалдеке? Беттерінен қақпадым, жаман әдетпен жүректерін жараламадым. Алысқанмен алыстым, жарысқанмен жарыстым. Әкелік міндеттерімді атқардым деуші едім. Қай жерден қате кеттім? Нені ұқпадым екен? Маңдайларына жел боп тимедім, қатты айтып қабақ шытпадым. Неге менің қадірім қалмады? Қой енді, таусылма. Жас қой, түсінер. Ол кезде кеш болмай ма? Осы ауыр жүкпен аттанғым келмейді. Қай жерде мүлт кеттім, нені ескермедім, айтшы. Қой енді, қой, қателескен жоқсың. Балалар неге өзімшіл, неге қатыгез? Ойланам да жауабын іздеймін. Қой енді, шаршап қаласың. Тым құрса саған айтып ішімді босатайыншы. Әуелгіде балаларыма ренжідім, өкпеледім, сосын өкпені қойып іштей өзіме есеп бердім. Кіммін, не бітірдім, не деп кетіп барамын? Отағасымын, еркекпін, асыраушымын. Ол деген не? Асырадым, ештеңеден кенде етпедім. Отағасы боп отау көтердім. Соңымен болды ма? Сол отаудың іргетасын қалай қаладым? Қалай қаланып жатыр? Кірпіші қалай өріліп жатыр? Оған мән бермеппін. Сырттан табыс тапқаныма мәз болыппын. Ал ішкі табысым мен өнімім қайда? Қызымды қуыршақтай киіндіріп, ұлымды сұлтандай сұлулағанша неге белектерінен ұстап, қолдарынан жетектеп, ақсақалдардың ақылын тыңдатпадым? Көргенділердің көлеңкісіне саялатпадым? Еткен еңбек пен төгілген тердің құны мен қадірін білуге неге үйретпедім екен, ая? Бұл менің бірінші қателігім. Екінші, не бітірдім? Бітіргенім ұрпақ әкелдім, ішіндірдім, киіндірдім. Бары сол ма? Ұрпақты ит те өріптеді. Ұл мен қыздың жанына неге ізгіліктің ізін, мейірімнің мәйегін себуге көңіл бөлмедім екен? Дайын асқа тік қасық болуды өзім үйретіп, енді әр ауыз өз қарнын толтыруды ойласа, неге ренжуім керек? Ата-ананың қадірін, бауырдың бағасын, татулықтың тағлымын, тәубешілдіктің тәлімін үйретпесем неге, кімге өкпелеймін мен? Үшіншіден, ал енді бір аяғым көрде тұр, не деп кетіп барамын? Іргетасы осал үй тұрғыздым, өзімшіл, ойсыз ұрпақ өрбіттім, баянсыз боқ дүние жинадым. Алла берген екі үлкен нығмет, уақыт пен денсаулықты бағаламадым. Уақытты өтпестей көрдім, денсаулықты кетпестей көрдім, деп кетіп барамын. Бар денемді байлап, ой мен тілімді бос қойды. Алла мені ойлансын және оны сендерге, балалардың тыңдамайтынын білемін ғой. Айтсын, іштегі өкініш өксігін шығарсын деген болар. Сен қалай ойлайсың? Мен тек тыңдап, басым салбырап отырғанмын. Қалай ойлайсың дегендегі даусы өзгеріп, бейне бір алыстап кеткен кісінің үніндей естілді. Жалт қарадым. Қарадым да шошып кеттім. Әлсіреп, талықсып барады екен. Ұшып тұрып бетіне үңілдім. Көзінің қиығынан жас тамшылары сырғып, самайына жетіп, әрі қарай жастыққа түсті. Дәрігер шақырдық. Тынышталдыратын дәрі ектік. Енді біраз уақыт тынықсын, мазаламаңыздар деді. Біраз отырып мен үйге кеттім. Кішкентайдан бірге өскен қимасым ғой, жаным ашыды, жүрегім ауырды. Еріксіз көзімнен жас шықты, ие бола алмадым. Жас балаша еңіредім жолай. Саған жеткенше асықтым кемпір. Ертеңімді Алла біледі. Ұлдарымның өрелі, қыздарымның өнегелі болғаны, көңілімнің күйі болғаны, ұрпағымның сейі болғаны, отауымның шуақты болғаны, жылуының қуатты болғаны, сенің арқаң. Қазыналы әке болдым ба, қазымыр әке болдым ба, білмеймін, ұлым. Бірақ мына отырған анаң жақсы жар, жақсы әйел, жақсы ана, жақсы адам екендігіне кәмілмін. Аналарың аман болсын деді. Сіз де аман болыңыз, папа, деді ұлы. Сіз айтқан өрелі ұл өнегелі ұрпақ бола алдым ба білмеймін, бірақ сіздердей әке-шешемді мақтан тұтамын. Жыламаңыз,
көзіңізден тамған бір тамшы жасыңызға жаным садаға, деп әкесін құшақтап, маңдайына маңдайын тіреді ұлы. Еріксіз жанарым жасқа толды. Апама қарасам, жаулығының ұшымен көзін сүртіп отыр екен. Соңы Аймаханның Сақыпжаны. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, арнаға тіркеле кетіңіздер.